Қайырлы күн, құрметті түрік тілін үйренушілер. Бүгінгі екінші сабағымыздың, яғни ikinci дәрісіміздің конусы sayılar, günler, aylar. Екінші дәрісіміздің тақырыбы сандар, күндер, айлар. Біз түрік тілінде сандардың қалай айтылатынын, аптаның күндері мен айлардың атауларын және жыл мезгілдерінің қалай айтылатынын үйренеміз. Жалпы түрікшедегі сандар қазақ тіліндегі сандарға өте ұқсас, тіпті бірдей, тек қана дыбыстық ерекшеліктері, өзгешеліктері бар. Санды түрікше сайы деп айтамыз. Sayılar, сандар деген сөз. Ал нөмірді нумара дейміз. Sıra дегеніміз кезек, ilk дегеніміз бірінші, алғашқы, ал сон болса соңғы деген сөз. Ал түрік тіліндегі сандардың дыбысталуын бірге қайталайық. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ары қарай жалғастыра береміз. 12, 13 деп жалғаса береді. 19-дан кейін 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 101, 102, 200, 300, 400, 500, 1000, 1 milyon, 1 milyar. Sandардың оқылуы, айтылуы осылай. Мына жердегі мысалдарды бірге оқиық, сіздер де қайталаңыздар. Bu sabah 12 kilometre yürüdüm. Masada tam 247 sayfalık bir kitap duruyor. Dünkü sınavda 85 puan aldım. Babam bana 3 hediye aldı. Türkiye'nin nüfusu yaklaşık 85 milyon kişidir. Bugün hava sıcaklığı 31 derece. 19 gün sonra yaz tatili başlayacak. Telefonumun şarjı sadece %7 kaldı. Bu müzede 153 tablo varmış. Geçen ay 1250 lira harcadım. Sıra sayıları. Sıra sayıları degenimiz реттік сандар, яғни реттік сан есім. Ынжы, инжи, унжу, үнжі деген жалғауларды жалғау арқылы жасаймыз. Бұл жалғаулар бірінші дәрісте айтқанымыздай жуан және жіңішке дауысты дыбыстарға қарай жалғанады. Мысалға, сөздің соңғы әрпі немесе соңғы буындағы дауысты әріп A, I болатын болса ынжы, I болатын болса инжи, O, U болатын болса унжу, Ö, Ö болатын болса үнжі немесе үнжі жалғауы жалғанады. Temmuz kaçıncı ay? Kafeterya birinci katta. Begüm ikinci sınıfta değil. Bu 3. ders. Film 7. kanalda. 10. katta ne var? Бұл жерде жалғауларды қызылмен, басқа түспен көрсеттік. Назар аударсаңыздар, егер сөз дауыссыз дыбыспен, дауыссыз әріппен аяқталатын болса, онда біздің жалғауымыз дауыстымен басталады. Яғни kaç ıncı, bir inci,
Ал егер сөзіміз дауысты дыбыспен аяқталса, онда тек қана н, ж, и, яғни дауыссызбен басталатын жалғау жалғанады. Ике, икинчи, еди, единчи, яғни ы, и, у, ö әріптері сөздің дауысты немесе дауыссызбен аяқталуына байланысты кейде қолданылады, ал кейде қолданылмайды. Енді мына жердегі мысалға келетін болсақ, Али ikinci salonda, kütüphane 4. katta, 9. caddede sinema yok, 3. sıradayız, 100. yıl, bugün 8. günümüz. Енді жыл мезгілдері, ай атаулары мен аптаның күндеріне келейік. 4 мезгіл бар, білесіздер, 12 ай және 7 күн. Бұлардың түрік тіліндегі атаулары мына жерде көрсетілген. Жылды түрікше yıl деп айтамыз, ал жыл мезгілдерін mevsim, яғни маусым, mevsim деп айтамыз. Ай, аптаны hafta дейміз, күн, gün деп айтылады түрікшеде. Жыл мезгілдері ilkbahar немесе жай ғана bahar, бұл көктем. Одан кейін yaz, sonbahar немесе güz деп айтамыз. Және соңғысы қыш. 4 мезгіліміз осы. Одан кейін 12 ай бар. Аптаның 7 күнін біз апта іші және апта соны, яғни hafta içi ve hafta sonu günleri деп екіге бөлеміз. Яғни апта іші деп отырғанымыз бұл жұмыс күндері болса, hafta sonu демалыс күндері. Аптаның күндері кезегімен, ретімен pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Pazar, bazar. Yani 7. gün, bazar günü. Pazartesi, pazar, ertesi деген екі сөзден құралған. Pazartesi, yani pazардың ертеңі. Pazar gününün ертеңі. Pazartesi, ол дүйсенбі. Salı, сейсенбі. Çarşamba, сәрсенбі. Perşembe, бейсенбі. Cuma, cumartesi, yani cumanın ertesi, cumanın ертеңі, cumartesi бұл сенбі күні. Мысалдарды оқиық. Pazartesi sabah erken kalkıyorum. Salı günü Türkçe dersimiz var. Çarşamba akşamı sinemaya gidiyoruz. Perşembe günü hava çok güzeldi. Cuma akşamı arkadaşlarımla buluşuyorum. Cumartesi parkta yürüyüş yapıyorum. Pazar günü ailemle kahvaltı yapıyorum. Сіздер де сөйлемдерді бірге оқып, бірге қайталап, дұрыс оқуды үйреніңіздер, бірге қайталап отырыңыздар. Evet, dün, bugün, yarın. Bugün, bugün. Al dün, keşe деген söz. Yarın bolsa, ертең. Bugün, pazar. Yani bugün jeksenbі bolsa, dün, hangi gün? Dün, cumartesi. Bugün, pazar. Yarın, pazartesi. Al енді yarın, cuma. Ертең, жұма болатын болса, bugün, perşembe ve dün bizde çarşamba. Dün salı ise, егер кеше сейсенбі болған болса, bugün çarşamba, yarın perşembe olacak. Bugün pazartesi, dün pazar, yarın salı. Dün perşembe, kеше beyşembe, bugün cuma, yarın cumartesi.
ай атаулары 12 айдың аты мына жерде көріп тұрсыздар. Бірінші ай бізде Ocak, яғни Ocak қаңтар айы. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Aralık 12. ay, яғни желтоқсан. Geçen ay, bu ay, gelecek ay. Bu ay, осы ay. Geçen ay, өткен ay. Gelecek ay, келешек, яғни келесі, алдағы ay. Eğer geçen ay Ocak ise, geçen ay Ocak, яғни қаңтар болса, бұл ay қай ay болады? Şubat. Ve gelecek ay Mart. Bu ay Mayıs ise, Mayıs 5. ay, Mamır. Geçen ay nedir? Geçen ay Nisan. Gelecek ay Haziran. Gelecek ay Eylül ise, yani Eylül, қыркүйек болатын болса, бұл ay бізде қай ay болады? Ağustos. Geçen ay ise Temmuz болады. Bu ay Aralık ise, yani бұл ay желтоқсан болса, geçen ay, өткен ay Kasım, gelecek ay Ocak olacak. Gelecek ay, келесі ay Kasım болса, яғни қараша болса, bu ay Ekim, geçen ay Eylül болады. Eylül, Ekim, Kasım. Бұлар күз айлары, қыркүйек, қазан, қараша. Міне жыл мезгілдері: ilkbahar, yaz, sonbahar, kış. İlkbahar ayları, yani көктем ayları, олар Mart, Nisan, Mayıs. Yaz ayları Haziran, Temmuz, Ağustos. Sonbahar немесе güz ayları Eylül, Ekim, Kasım. Kış ayları Aralık, Ocak, Şubat, желтоқсан, қаңтар, ақпан. Мына сұрақтарға жауап берейік. Bugün günlerden ne? Bugün günlerden ne деп аптаның қай күні екенін сұраған кезде айтамыз. Bugün günlerden Cuma мысалға, немесе bugün günlerden Salı деп айтсаңыздар, қай күн болса соны айтсаңыздар болады. Yarın ayın kaçı? Ертең айдың қаншасы? Yarın ayın 21'i. Doğum günün ne zaman? Doğum günüm 16 Aralık'ta. Doğum günüm Aralık ayında. Немесе doğum günüm Haziran'da деп айтсаңыздар да болады. Hangi mevsimi seviyorsun? Қай маусымды, yani қай жыл мезгілін жақсы көресің? Yaz mevsimini seviyorum. Kışı seviyorum. İlkbaharı seviyorum деген сияқты өзіңіздің қай жыл мезгілін жақсы көретін болсаңыз, сол жыл мезгілін осы жерге қойып айтуыңызға болады. Мына жердегі оң жағындағы тапсырма бұл сіздерге арналады. Яғни бір сағатта, бір күнде, бір аптада, бір айда, бір жылда қанша минут, қанша сағат, қанша күн, бір аптада қанша күн бар, бір айда қанша күн бар, бір айда қанша апта бар, қанша күн және қанша сағат бар, бір жылда қанша ай бар, бір жылда қанша апта бар, бір жылда қанша жыл мезгілі бар, қанша маусым бар, соны жазып және сол сандарды түркше айтыңыздар, қайталаңыздар. Екінші дәрістің тапсырмасы міне осы. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.